Қайырлы күн, құрметті көрермендер, аман есенсіздер ме? Мен дәл қазір тарих ғылымдарының докторы, профессор Есенғазы Қуандық ағамыздың жанында отырмын. Енді өздеріңіз байқағандай, күйбең тіршілікпен осы эфирде көптеген адамдарды сөйлете алмай жүрмін. Көбіне енді көліктің ішінде отырып өзім сөйлеп, кез келген бір қоғамдағы жағдайларға байланысты пікір айтып жүрмін. Өйткені жүріп тұрудың барлықтары ол уақыт, өйткені такси болатын уақыт деген сияқты Алматыдай үлкен қалада кептелістің көптігі себепті уақыт өте бізде қымбат. Бірақ енді бүгін Есенғазыға уақыт тауып келіп отырмын. Жолай соғып, және Есенғазыға келіп отырған себебім бізде осы уақытқа дейін бұған дейінгі эфирлерімде айтқанмын, әлеуметтік желідегі парақшаларымда жазғанмын. Бізде зиялылар тапшы. Яғни халықтың алдында жүрген ақын жазушылар болсын, әншілер болсын, театр қайраткерлері болсын, жалпы мына елдің сөзін сөйлейтін адамдар аз. Зиялы деп біз тек қана қалам ұстаған ақын жазушыларды, өлең жазғандарды, поэма жазғандарды айтпаймыз. Зиялы деп ол тіпті инженер болса да, ол суретші болса да, елдің алдына шығып, елдің пікірін айтып, қоғамда жағдайға бей-жай қарамай, яғни қара басын ғана ойламай, бүкіл елдің ертеңіне қатты алаңдайтын адамды зиялы деп айтамыз. Бүгін енді тарих ғылымдарының докторы ағамызға келіп отырмын, Есенғазы ағамызға. Бұдан бұрын да эфирге шығарып тұратын, естеріңізде болса. Бүгін келіп отырған себебім қазақ тіліне қатысты, яғни мемлекеттік тілге қатысты, және мемлекеттік тілді талап етіп, сотты болып, қазір 4 жылға түрме жазасына кесілген Мерболат Мырзадайұлы туралы осы ағамыздың пікірін қоғамға айту үшін, және қоғамға ғана емес, биліктегілерге де алтын сырға құлақтарыңа деп, олар да білсін, қоғамда қандай бар екенін, қандай пікірлер бар екенін, қоғам қалай наразы екендігін білсін деген мақсатпен ағамызға арнайы келіп отырмын. Сөзін қаз қалпында назарларыңызға ұсынамын. Мына Абзал бауырымның келіп түсіріп жатқан бейне жазбасы бұл қоғамға қажет нәрсе. Конституцияның 30-ші бабында жазылған кез келген Қазақстан азаматы мемлекетті басқару ісіне қақылы деген. Міне азаматтық қоғамның өкілі ретінде мен де өз пікірімді айтуға қақылымын. Бүгінгі жағдайда мынау тіл мәселесі. Бұл ұлттық мәселе, бұл өмірлік мәселе. Егер мемлекет өзінің ұлттық тілін көтермесе, ұлттық тілін мәпелеп өсірмесе, онда ол келешекте мемлекет болудан қалады. Оны жалғыз мен емес, әлем данагөйлері, біздің қазақтың ойшылдары, алашордашылар барлығы айтып өткен. Жақында ғана, осы кеше ғана көрдім, бір орыстың азаматы Америкаға кетіп қалған ғой. Біздің қазақтарға арнап деп айтты. Қазақтар деді, сендерде ешбір елде жоқ бір конституцияларың баптары бар деді. Рас, мен анау бәленбай жыл Қазақстанды атамекен қылып, сол жерде тұратын орыстар дейді. Неге өздерінің жаңағы тұратын елін сыйлап, қазақ тілін үйренбейді дейді. Ешбір елде жоқ нәрсе дейді. Мен дейді сырттан қарап отырып, осы ойыма келді дейді. Сосын кейін сіздердің конституцияларыңыздың да жазылған ата заң мемлекеттік жаңағы тіл деп статус берілген мәртебе. Ал енді астында жазылған ол орыс тілі басқа осы тіл баптағы көрсетілгендей мемлекет тілімен қатар қолданады. Бұл деген адам санасы бар адамның, дені сау адамның жазған емес дейді. Сондықтан осы тілде жасағандар Назарбаевқа жағымпазданып, қазақ ұлтына қиянат жасағандар, опасыздар. Міне осыдан туындап отыр қазір. Мынау ұлт араздығын қоздыру деген 174-ші бап бар. Бұл 174-ші бап қазақ халқына, қазақ ұлтына жасалған қастандық. Мемлекеттік билікте отырғандардың әдей жасап отырғаны, өздерінің биліктерін ұзарту мақсатында, узурпациялап алған биліктерін сақтау мақсатында, халықты тұншықтыру мақсатында жасалған іс. Мысалы, әлеуметтік қоздыру дейді. Айналайын, адам мына заң қалай жазылады, солай орындалу керек. Өткен сайлау алдында президентіміз Тоқаев мырза мынандай заң шығарды. Заңға қол қояды ғой, соны шығарды деп отырғаным сол. Бүйтеді, 30% әйелдер, қыздар, және 29 жасқа жетпеген азаматтарды квота беріп, сайлауға түсіру керек. Яғни сайлауға болады деді. Осы жерде қараңыз. Міне президент мырза әлеуметтік араздық туғызатын заңға қол қойды. Өйткені Конституцияның 14-ші бабында жазылған Қазақстан Республикасының азаматтары тегіне, ұлтына, жынысына, нәсіліне, жасына қарамай тең деген.
Ал бұл кісі алды да жаңағыдай мен айтқан мәселені әлеуметтік топтарға квота беріп депутат қылып сайлап отыр. Міне ұлт араздық туғызу деген. Егер анау қазіргі Мирболат Мырзатайұлын соттап жатыр ғой, кінәлі деп. Ой, адам құлайтын нәрсе. Ананы соттаған судья, ананы тергеген жаңағы тергеуші, анаған прокуратура, мен қатыстым ол сотқа. Аллардың шөуді ден сау емес. Анындағылар сауатсыз адамдар. Экспертиза сараптама жасалмаған. Ұлттық мәселенің маманы емес оны жасаған адам. Сонымен бірге 30 адам лайк басып тыңдаған ғой, оны 30 мың адам деп жазып қойған. Бұл қызметтік жалғандық жасау деп аталынады. 369 бап бар. Сол бойынша ана тергеуші, ана судья, ана прокурор сотталу керек өзі. Міне қара, қайда. Ұлт араздығын қоздыру деген бұл қоғамды ұлттық намысқа тиетін, қазақ халқының жаңағы келешегіне кедергі жасайтын, ұлттық намысты қоздыратын бұл қате бап. Бұл заңды мүлдем алып тастау керек. Ұқтыңыздар ма? Мен мысал келтірейін. Мен анау правительствода, үкіметте, мынау дін саласында зап сектор болып қызмет атқардым. Сол кезеңде болған оқиғалардан біреуін айтайын. Бір семьяда әкесі жаңағы дін мұсылман, баласы кришнаит, шешесі ваххабист, осындай 4 дінні қабылдаған бір семья болды. Енді осылардың арасында кикілжің немене? Айтыңызшы, қандай бапқа жатқызуға болады? Бұл деген бап вообще адам санасына кірмейтін, денсау адам оны ұқпайтын нәрсе. Сіздер біліңіздер, ақиқат күшті емес, күш қолдана бермеңіздер биліктің тарапынан. Күш ақиқатта. Ертең осының барлығы шығады. Ертең қоғамның алдында, мемлекеттің алдында, ұрпақтың алдында жауап бересіңдер. Сондықтан дереу мынау Мирболат Мырзатайұлының жасалған, мына қастандық биліктің тарапынан жасалған мынандай қиянат дереу жойылу керек. Дереу апелляцияда оның бәрін жоққа шығарып, аналарды жазалау керек. Жазаламасаң қоғам тарихы жазалайды келешек алда. Біз оны қоймаймыз. Мен де заңгермін мысалы. Мен 7 пәннен сабақ берген заңның. Ал енді аналардың сотта айтқан сөздерін көріңіз. Жаңағы мен екеуін айттым ғой. Сараптама туралы жаңағы 30 адамды 30 мың адам деп көбейтіп қойған. Бұл деген не деген бассыздық, не деген зорлық. Бұл зорлық қайдан шығады айтайын ба? Оны жоғарыда отырған идеологтар. Карим мырза, Дәдебай мырза, администрация президентінің жетекшісі. Міне осылар команда береді. Давай соттаңдар, чтобы халық үндемесін деп. Бұлар соттайды. Аға, елдің бәрі сөйтіп айтып жүр. Мен емес, жұрттың бәрі солай ойлайды. Сөзіңіз аузыңызда, аға. Сіз осы соттарға үнемі барасыз. Соңғы Мирболаттың сотына да бірнеше рет барып, көз жеткізіп, соттың қалай өтіп жатыр, жаңа өзіңіз айтып тұрғандай сараптама қалай жасалды, қандай айып тағылды, көз жеткізу үшін бардыңыз, иә? Бұл не болып отыр екен, қандай айыптар бар екен. Енді неге мыңға тарта мүшесі бар жазушылар одағынан мынау елім, жерім деп жазған кезде, өлең жазған кезде, кітап жазған кезде, роман жазған кезде сұмдық жазады да, бәрі талантты енді. Алдарына жан салмайды. Неге солар барып, жаңа аттандамай ақ қойсын? Ойбай, Мирболат соттамаңдар деп. Неге барып, көріп, не болып жатыр екен? Қалай болып жатыр екен? Шын мәнінде не болған екен? Қандай кикілжің бар екен? Соттың үстінде қандай әрекеттер бар? Не болып жатыр? Қалай өтіп жатыр деп бір қызығушылық танытпағаны, бір араша түсуге бір талпынбағаны бұл нені білдіреді жалпы бізде? Енді зиялы қауым емес, зиянды қауым деген жаттан сөздер көп қой. Жалпы бұл бізде осы жазушылар болсын, жалпы елдің алдында жүрген қалам ұстағандар неге осындай қазақ тілі үшін басқа мәселені, негізі кез келген мәселеде араша түсу керек олар. Саяси тұтқындар Әйгерімге де, Думанға да, Маратқа да араша түсуге болады. Міндетті тіпті. Бірақ ең болмаса қазақ тіліне келген кезде неге олар үнсіз? Сіздің ойыңыз, жалпы пікіріңіз. Енді мен өзімді таңғалам. Жаңағыдай керемет шығармалар жазады. Адам баласы жүрегі елжірейтін, жылайтын мақалалар жазады. Өмірдегі істері басқа. Енді не деп айтуға, 30 жыл бойы қоғам дағдарысқа ұшырады, деградация дейді ғой. Полностью жаңағы тек қана өздерін ойлайды. Ертең алан жазушының біреуі о жерге барса, артым не болады? Мен премиямнан айырылып қалам, мен анауымнан айырылып қалам деп өз қарабасын күйттейді. Енді қараңыз, қоғамға емес,
жеке басқа қызмет ету, өзінің азаматтық міндетін, зиялылық міндетін, статусын атқармау, бұл коррупциялық әрекетке жатады. Коррупция дегеніңіз жаңағы біліп тұрып білместікке бару. Біліп тұрып жаңа білместік жасау. Соны ұзарту, заңдастыру. Мысалы, билікті қолдау. Қазіргі билік халыққа қарсы. Мен сіздерге айттым ғой жаңағы. Биліктегілер қазір белді басқара алмай отыр. А төменгілер басқартқысы келмей отыр. Енді бұл әрі ушығады, бұл әрі күшейеді. Қазір бар ғой, ертең арада сәйкестікті болады. Әлі мен ылғи айтамын, ұсынысқа сұраныс қызмет ету керек. Ұсыныс халық, сұраныс билік. Сұраныс халықта, билік ұсыныста. Халықтың сұранысын билік ұсына алмай отыр. Құтыңыздар ма? Міне, осы жағдайда қоғамда қайшылық болады. Бұл үлкен дағдарысқа келеді. Ол бір-екі шоуын өттік қой басында. Сондықтан, мына Мирболатты Мырзатайұлы қазақтың жерін қорғаған үшін, өзінің тілін қорғаған үшін, оның міндеті, ол осыны орындау барысында құрбан болып отыр қазір. А билік не істеп отыр? Осыны соттау арқылы халықты тұншықтырып, аузын жауып, осылай ұстаймыз деп отыр. Ана билікті былай дейді, жауды дейді, найзаның ұшымен жеңуге болады, бірақ найзаның ұшын ұзақ отыруға болмайды дейді, бір ғұлама айтыпты. Ол кіріп кетеді кіретін жеріне. Сондықтан өйтіп зорлық жасай бермеңіздер. Халық баяғыда оянған. Ертең барлықтарыңыз жауап бересіздер. Осыны соттатқан адам, бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы, әкімшіліктің төрағасы, жаңағы жетекшісі Дәдебай мырза, Ерлан мырза, Карин. Осылардың барлығы сіздерден шыққан нәрсе. Осыған тек қана жауапты сіздер боласыздар. А қоғамның алдындағы жауапкершілік дегенді сіздер әлі түсінбейсіздер. Сауаттарыңыз шамалы ма, или әдейі істейсіздер ме, оны өмір көрсетеді. Осылай менің айтарым. Міне, құрметті көрермендер, ағамыздың пікірін сіздерге ешқандай бұрмалаусыз, алып тастамай, ештеңе қоспай, қаз қалпында назарларыңызға ұсындым. Иә, бізде зиялылар бар, бірақ өте аз, тапшы және саусақпен санарлық. Яғни осындай үлкен ел болып тұрып, зиялылардың саусақпен санарлықтай болуы бұл қасірет. Бірақ ағамыз енді адамдардың атын да айтты, күлбілтелемей, сиыр құмшақтандырмай, сипай қамшыламай, нақты өзінің пікірін айтты. Осы уақытқа дейін айтып жүрген, қаңтар көтерілісіне дейін айтты, қаңтарда да айтты, қаңтардан бері қарай да айтып келе жатыр. Яғни бізде енді мынау сөйлетіп, осылай эфирге шығарайын десең, адамдар аз. Бір сұхбатқа шақырып, айтатын адамдар аз. Жоқ деп айтуға болады. Арысбек Сәрсенбай ағамыз, қоғам қайраткері, Есенғазы ағамыз бар. Нұртаза Қадырниязов деген кісі, кандидат, философия ғылымдарының кандидаты. Сол кісі айтып, әйтеуір шырқырап жүр. Басқа айтайын десең, жоқ. Желтоқсаншылар бар, әйтеуір бұрыннан келе жатқан әртүрлі мәселелерді алаңға шығып тұратын. Қоғам белсенділерін айтуға болады, көптеген. Бірақ мынау елдің алдында жүрген адамдар, өкінішке орай, ақын жазушылар, ғарышкерлер, суретшілер, журналистер, әншілер, өкінішке орай жұмған аузын ашпайды. Егер олар үнсіз қалмайтын болса, олар талап қоя беретін болса, билік олардың айтқанын істейтін еді. Сондықтан мен Есенғазы ағамызға алғысымды айтамын. Осылай уақытын бөліп, өзінің пікірін бүкпесіз айтқан үшін. Сіздер не ойлайсыздар? Пікір жазып таратып отырыңыздар. Ең бастысы біз Солтүстік Корея сияқты, Түркменстан сияқты жабық мемлекетке айналып кетпеуіміз керек. Оған осындай кісілердің бар екендігі, осындай кісілердің пікірін ашық айтатындығы себеп. Егер бұл кісілер үндемейтін болса, бәріміз үндемейтін болсақ, онда билік қуанады, айтқан айдай келеді, және Түркменстанға айналу әп-сәтте тез болатын дүние. Онсыз да біз оған жақындап қалдық. Пікір жазып таратып отырыңыздар, келесіде жүздескенше.